Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары? Сіздермен өзін-өзі тану сабағында жүздескеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Бүгін біз сіздермен адам болам десеңіз тарауының адам абыройы тақырыбын бастағалы отырмыз. Абырой адам бойындағы ең асыл құндылықтардың бірі. Ар-ұят, бедел, құрмет, қадір-қасиет ұғымдарының жиынтығы, адамзаттың кісілік келбеті, адамгершіліктің тірегі. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі қазақ мақалы абырой ар-еңбек деп аталады. Балалар, дәйек сөзге назар аударайық, іштеріңізден қайталап оқиық. Енді осы дәйек сөздің мағынасын түсіну үшін келесі сұрақтарды талдауға ұсынамын. Дәйек сөзді қалай түсінесің? Абырой дегеніміз не? Ар деп нені түсінесің? Міне осы дәйек сөзді қазір сыныптастарыңыз барлықтарыңыз бірге отырып, талқылап, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Дәйек сөзді дәптерге жазып алыңыздар. Мінекей балалар, сіздер дәйек сөзді талдап, өздеріңіздің ойларыңызды білдірдіңіздер. Жалпы айтқанда, адамның абыройы оның ары мен ұяты. Сабағымызда балалар, мен сіздердің назарларыңызға белгілі жазушы, абырой мен намысты биік ұстаған, ерлігін көрсеткен өзіміздің батыр атамыз Бауыржан Момышұлы туралы бейнебаянды назарларыңызға ұсынамын. Алыптардың бірі әдебиет пен мәдениет, одан қалды ұрпақ тәрбиелеу ісінде озық тұратын қазақтың қас батырларының бірі Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлының мірдің оғындай қанатты сөздерде халықтың аузында жүр. Сөйтсе де сол сөздерді жүйелеп, жинақтаса, ол жаңа бір сипатқа еніп, халқымыздың батыр ұлының абызды қырына аша түскендей. Бауыржан Момышұлының батырлығы хақында бір бөлек оның педагогикалық шеберлігі жайында бір басқа әңгіме өрбітуге болады. Бауыржан Момышұлының әрбір шығармасы өнегеге толы, тәрбиені басты тақырып етіп ала білген. Бауыржан Момышұлының қаламынан туған қасиетті нақыл сөздері өткен мен бүгінгі ұрпақтың әрдайым жадында жаңғырып келеді. Ұлттық рух бұл асыл қасиет, ұлтшылдық бұл ұлт ішіндегі жеке адам бойындағы көркемділік. Өзінің ұлтын сыйламаған, ұлтын мақтаныш тұта алмайды деп көптеген нақыл сөздер қалдырған. Бұдан бөлек Баукеңнен қаншама ұлағатты сөздер қалды. Тәрбиенің бастауын үйретіп, өз-өзіңді сыйла, жат бойыңнан түңілсін деген қағидаға сай келетін жазушының әрбір айтқандарын бүгінгі ұрпақ санасына сіңіруі тиіс. Балалар, біз Бауыржан Момышұлы атамыз туралы бейнероликті тамашаладық. Енді сол роликтің мазмұнын ашу үшін Ленинс платформасы арқылы берілген сұрақтарға жауап береміз. Ол үшін мен сіздерге сілтеме жібердім. Енді сілтемені басайық. Жауап беру уақыты әр сұраққа 1 минуттан беріледі. Берілген сұрақ өзі 3 сұрақ. Мінекей, бірінші сұрақ: Бауыржан Момышұлының өмір сүрудің мәнін ар-намыспен байланыстыруының себебі неде? Екінші сұрақ: азамат болу абыройлы болу ма? Және үшінші сұрақ: өздеріңіз үшін өмірдің мәні неде? Уақыт шектеулі, әр сұраққа 1 минут уақыт беріледі. Балалар, енді біз шығармашылық жұмысымызды осы QR-код арқылы жүргіземіз. Ол үшін қолдарыңызға смартфондарыңызды алып, осы QR-код арқылы кірсеңіздер, тапсырма сіздерге бірден көрінеді. Іске сәт. Мінекей балалар, шығармашылық жұмыстағы мақал-мәтелдерді сіздер талдап, талқылап, бүгінгі сабақтың қорытынды нүктесін қойдыңыздар. Яғни сіздер абыройдың нағыз анықтамасын бере алдыңыздар. Бүгінгі сабақтан көзбен көріп, құлақпен естіген жақсы қасиеттердің барлығын сіздер жүректеріңізге түйінеп алады деген ойдамын. Ал балалар, енді сабағымызды Мөлдір Айтбайдың сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің «Бір ел болса» деген тамаша әніменен көңілді күймен аяқтайық. Жазира